ФСБ Акъярда Санкедерсін 5 диверсант тұтқаны Ақтай сабат бере. Ишгалчыларның идея еткеніне көре оларның мақсады Рус Қара деңіз донанмасының объектлері еді. Русларның версиясына көре тұтылған Украина истихбарат құветлері тарафындан Запорожье вилаятында вербовка етілген ве айнен бұл ноқтада ФСБ-нің айтқан сөзлерінде шүпелер пейда ола. Русларның дегеніне көре бұл 5 ер адам бұндан evvel Санкедерсін патлайыcı сақлағанлары үшін енді тұтылған еді. Риа Мелитополь интернет матбуатының фикрінше видеода көстерілген мабуслер Мелитополь сакинлерідір. Оларны ишгалчылар хырсызлаған еді. ФСБ-нің сөзлеріне бақычақ олсақ, егер мабуслер бұндан evvel тұтылып махкеме етілген олса, насыл етіп олар кене диверсия планлаштырдылар. Әлбетте бұл суалге жауап жоқ. Айры бір диққатқа мабуслерінің тұтылғаны видео лайық. Тереклерге ве мабуслерінің қаяфетлеріне бақычақ олсақ, видеода бірқач ай evvelsi чекілді. Дигер этираф видеоларында есе мабуслерінің епісі Украина истихбарат қызметлерінен ишбірлік япқанларыны этираф еті. Ама не үшіндір епісінің вазифелері бірі-бірінден фарқ. Первое задание это был визуальный контроль. Вообще там наличествующих там войск, к примеру, самолетов на аэродроме. Корабли никогда никого не интересовали. Позвонил человеку, представился Никита, сказал, что он сотрудник ГУР. Стала задача фотографировать корабли, несущие калибр для обстрела Украины, или входящие, или выходящие, и скидывать ему. Русларның білдіргеніне көре, Рус Қара деңіз донанмасындан ғайры сөзде диверсантларының вазифесі да Қырымның энергетик алtyapысы ile бағлы еді. Бұның үшін есе Британ патлайыcısына қоланмақ керек еділер. Бойлece ер адамларны енді екінші кере сөзде теракт азырлағанларында ве девлет иханетінде қабатладылар. Да кешкен жұма күні ФСБ теракт тоқтатқанына білдірген еді. Санкедерсін Ақяр сакины Рус арбиіні патлатмаға ниетлене екен. Бұндан evvel есе сөзде диверсантларының Қырым бойынша бірқач ағыны мейданға чықарғанларына айттылар. Русларның бұл кібі сачмалықларыны Украина истихбарат қызметлері ешбір шекілде изатламады. 1 августтан башлап ракет телекесі ile бағлы білдірулер Ақяр сакинлері үшін паралы олажақ. Тахминен 50 рубле тел радио қызметі үшін төлемек керек олажақ. Атта бұл радиоға сайып олмағанлар біле төлемелі. Бұл кібі илянларны Ақяр сакинлері шерде ве евлерінің илян тақталарында көре. Базылары бұның фейк олғаныны тұшынып, атта Украина изі біле тапмаға тырышты. Ама жоқ. Бұл кібі илянлар Рус ишгалчыларының ресми сайфелерінде де яйынланған. Анда дегенлеріне көре Ақяр сакинлері үшін 2 тариф çalışа. Біріншісі айлық 51 рубле, дигері ise айлық 45 рубле. Хайдетмелі ке Ақяр ишғал етілген Қырымда рокет ве дрон телікесі олғанны илян еткен тек ердір. Ярым аданын дигер көшілерінде ise ава телікесіні садеже русларының ишғалжы арби ноқталарында илян етелер ки, бұл Украина силалы құветлерінің қануни мақсатларыдыр. Қырым татар саяси мабюс Сервер Мустафаевның Бақча сарайдаки евінде өткерілген дуаға фаалер, мустақил адвокатлар ве ватандашлық журналистері топлашты. Веселе бірден уч матем күннің еллығы. Сүргінліктен русларының яны сой Қырым алеттеріне қадар. Майыс 2016 сенесі руслар Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Апсиитов ве Рустем Абильтаровны тұтты. 2018 сенесі майыс айында ise Қырым бірдемлігі тешкілятының координаторы Сервер Мустафаевны ве Топчықой мұсылман жемиетінің елбасшысы Эдем Смаиловны тұттылар. Айнен бұл айда 2016 сенесі Рус көвейчілері бүтін дүния Қырым татарлар конгресі ижра комитеті азасы Эрвин Ибрагимовна да хырсызлаган еді. Помимо этого, для жителей Бахчисарая с мая месяцем сопряжены массовые обыски и аресты в домах крымских татар в 2016 и 2018 году, а также похищение моего соседа Эрвина Ибрагимова. Поэтому сегодня родственники политзаключенных, старейшины и общественность собрались в коллективную молитву, в которых мы взывали к Всевышнему для милости о всех тех, кто не дожил до наших дней, а также сил и терпения для всего народа пройти эти испытания.
Топлашканлар тезден саяси мабуслерінің аписханеден чықарылмасы үшін дуа еттілер. Хырымлылар дегеніне көре репрессиялар чоқлашқаны ве басқалар шиддетлішкені вақыт халық да чоқ бір-біріне саралмалы. Бүгін біздің балаларымызы келилер, сабадан, хорантайы, яш балалары қорқытылар, хапылары ұрып ачайлар, алып кетилер. Біздің жойлян балаларымыз да бар. Эрвин Ибраимов. Да чоқсылары. Біз епсіні олары беклейік. Иншалла, Аллаху Тааляның ярдымында олегун келер, епсі қайтып келерлер. Это было напоминание для всех, что нельзя терять надежду, что нельзя отчаиваться, что с каждым шагом мы приближаемся к победе, что наша сплоченность и наше единство – единственное, что может привести нас к победе. И сегодняшнее мероприятие – это символ того, что люди продолжают объединяться вокруг истины и верить в победу, которая наступит в ближайшее время по воле Всевышнего. Шымды рус аписханелерінде тахминен 200 саяси мабюсны туталар, бұлардан чоқысы Хырым татарлардыр.